Акшамлар хайыр ноябрьнан 27-сі Жұма күні эфирде заман Қырым ве дүнияда олған хаберлерінен таныш етмеге азырма студияда сілерімен Шевкет Аматулаев сілемлайым. Судақ хастаханесінде 2 яшында Амина Османова екімлерінің ләқайсызлығы себебінден вефат еткен. Бұны қызчықнан анасы Эльзара Османова өз Facebook сайфесінде хабар етті. Вақия ноябрьнан 6-сында олған қызчық тасы уқланув алеметлері бар екен. Тақатсыз ве нефес тарлығы олғаны үшін оны тарақташтаки ерлі амбулаторияға алып барғанлар. Ақжігерлеріні діңлеп, ешбір проблема көрмегенлер. Тек бұғазы біраз қырмызы олғанын айтқанлар. Тек қанда ацетон қарардан зияде олғаны белгіленген. Баланы судақ хастаханесіне алып кеткенлер, бала бөлігі қапалы олғаны үшін қабылханеде олған екімге көстергенлер, ама о бір шей белгілеп оламаған. Евге қайтқанларынан бала ұзны даада ярамайдуы башлаған. Ақшам кенеді судақ хастаханесінен қабыл бөлігіне келгенлер. Анда баланы истемей кенеден евбечілік япқан екім. Сон хирург, сон даада чағырылған бала екімі баққан. Ама кімсе диагноз қойып оламаған. Организм сусыз қалмасын деп, тамчылық қоймаға қарар алғанлар, ама үш емшіреден ешбірі бұны япып оламаған. Бірқач даққадан бала жан берген. Махкеме Тибет экспертизасы бала эндотоксический шоктан өлгенні көстерген ве сол ақ жігері бұтынлей яны біткен. Балада пневмония бар екен. Судмедэксперт города Судак сказал мне, что левого легкого уже не было вообще, осталась только пленка. Возможно ли, что 3 врачей могли не услышать, что легкое у ребенка вообще не работает? Как и любой родитель, обращаясь за помощью к врачам, я хочу верить, что они специалисты и они вылечат моего ребенка. В городе, где количество детей растет, где открывают новые детские сады и школы, не может быть закрыто педиатрическое отделение в больнице. Мою дочь не вернешь, но я хочу, чтобы проблема с медицинским обслуживанием детей в нашем городе была решена. С ней сталкиваются и другие люди. Ишгалжы құқық қорujылары ве сағлық назерлігі бала өлімі себебінден тешкіров башлатқан екімлерінің ләқайтсызылғы олдымы yoqмы белгілеме кереклер. Вефат еткен баланың анасы білдіргеніне көре екімлерден ешбірі баланың қанында кереклі көлемде оксиген бармы yoqмы тешкірмеген. Бұне бәрібер хастаханеде бала екімі ве емшіре олмағаны үшін балаға вақтында тамчылық қойып оламағанлары. Ишгалжылер Алим Суфьянов и Сиран Хайрединов хапсте тұтуына кележек сене мартынан екісіне қадар девам етірген. Олар бұл сене июльнан 7-сінде полис тарамалары нәтижесінде Бақшысарай районында Хизбут Тахрир гелақасы бар деп терроризмде қабатланып тұтылған еділер. Имайжы тарафы мабуслер ең азындан евапсіне шығарылмасыны талап етті. Ләкин тақиқатшылар қаршы шыққан санки дерсін олар апстен шықса шатларға басқы етіп, таққаттан қача біле. Адвокат Лилия Геминже хабар еткеніне көре, мабуслер рухи хасталар хастаханесінде экспертизадан кечірілмек үшін тұтылғанлары вақыт коронавирус хасталығына ұғыраған. Наши подзащитные переболели коронавирусной инфекцией, находясь в психиатрической больнице. Сейчас они содержатся в СИЗО. У Алима Суфьянова появились осложнения. Это осложнения дерматологического характера. На коже рук у него высыпание. Предположительно, это герпес, и никакого адекватного медицинского лечения в следственном изоляторе ему не оказывается. У Сирана Хайрединова также после болезни есть осложнения на желудочно-кишечный тракт. Бұнен бәрі жғалжылер шукуна Қырымнан деге регионларында тұтылған Вадим Бектемиров, Исмет Ибрагимов ве Эмиль Зиядиновқа сыңғырланов тедбірлеріні 3 айға девам еттірді. Алуштада тұтылған Зикирия Муратов есе СИЗОда даада 6 айға қалдырылған. Кележек сене майысынан 17-сіне қадар. Эпсіні Хизбут Тахрир гелақасы бар деп терроризмде қабатлайлар. Имайжы тарафы шымды дава материалларынан таныш олы башлаған. Ама бұна бақмадан ишғалжылер махкемесі мабуслеріні махкемеге қадар азат етмеге разы олмаған. Я поражаюсь, как можно игнорировать вообще любое право на защиту человека. Когда человек должен доказывать, что он не террорист, будучи
абсолютно не причастен к этому террору. Ни в мыслях, ни в намерениях. Нет никакого такого, что можно было его привлечь. Такое уже бесчинство проходило с нашим народом. Оно по сей день идет, и я так думаю, что до какого-то времени это будет продолжаться. Но наш народ стойкий, сильный, всегда в трудную минуту друг к другу приходит. Вот это и пугает тех, кто весь этот цирк устраивает. Крым прокуратурасы Ахмечет ве Ақшейх районларынан комиссары олған арби хайынге шеклену сеслендірді. Оны жен қанунлары бұзылмасында ве геншілеріні, işgalcilерінің ордосына қызмет етмеге мечбурен алып кеткенінде қабатлайлар прокуратура. Тарқатқан малыматқа көре арби комиссар Руси ордосына 8 шағыруф компаниясына тешкіл еткен. Бұл әрекетлеріні о Женева конвенциясының моделлеріні бозып япқан. Чүнки бұл конвенция işgal етілген территорияларда яшағанларына işgalciler ордосына чағырмаға ясақ еті. Комиссар Украина құқ қорыжы органларының еліне түшсе 12 еллық апыз жезасы беклей. Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний після окупації півострова у 2014 році зрадив присязі на вірність народу України та перейшов на військову службу до армії держави-окупанта. Згодом у 2016 році, обійнявши посаду військового комісара Республіки Крим по Чорноморському та Роздольницькому районах, реалізуючи незаконну політику Російської Федерації та її окупаційної адміністрації, підозрюваний безпосередньо розробляв план та забезпечував проведення примусових призовних кампаній. Украинада кенеде дешетлі рекорд. COVID-19 хасталығы 16.280 инсанда белгіленді. 192 инсан вефат еткен. 8.840 кіші түзелген. Хасталарының ең чоқ сайысы Киевде белгіленген. 1520 кіші. Сағлық назері Максим Степанов вазиет незарет алтында дей. Хастаханелерде хасталар үшін айырылған ерлерінің %50-сі толған. Оның үшін умуми карантин кірсетілмесі аққында сөз кетмейдеді. Күнде 30.000-ден зияде хаста белгіленген тарызда умуми карантин кірсетіле біледеді Степанов. Умуми карантин кірсетілігі хасталық тоқтатылмасына мұзбет тесір етер, амма бойле карантинге мемлекетінің иқтисадияты даялмаз деді. З точки зору епідеміології, введення жорсткого карантину і розірвання повністю будь-якого ланцюгу передачі коронавірусної хвороби, тобто зведення практично до нуля контактування між людьми, це найкращий спосіб з точки зору епідеміології зменшення захворюваності на COVID-19. Практично його можна звести до нуля. Işgal etilgen Kırımda яңы 276 COVID-19 хастасы таздықланған 9 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Бұл işgalciler тарқатқан ресми статистикадыр. Işgalciler үкіметінде сағлық назира қайдеткенне көре, шымды Қырымда тахменен 1000 талебе дистанцион шекілде тәсіл алмақта. Кечкен авта карантинде болынып дистанцион шекілде оқығанларының сайысы 2000-ден зияде еді. Нефес гимнастикасы ве бедени идманлар. Екімлер COVID-19 хасталығына оғрағанларға реабилитация бойынша бір қач тевсиелер берді. Мутихастлар қайдеткенне көре хасталық девамында ақжигер колемі баяғы эксіле. Инсан девамлы хастаханеде тедавиленген олса, тақатыда қалмай. Екімлер ади идманлардан башлап, чоқта тазиявада юрмеге тевсиеті. Тәпсілатлыджа левқамызда сейретіназ. Нефес гимнастикасы доғыры ашаф ве теміз хавада кезінтілер. Сағлық назерлігінде COVID-19 хасталығына оғырған инсанлар түзелген сон не япмақны аңлаттылар. Гуляти на свіжому повітрі після перенесеної хвороби дійсно багато хто скаржиться на виражену втомлюваність, яка зберігається на протязі 2-3 тижнів. Поступова реабілітація, дихальна гімнастика, адекватне раціональне харчування і прогулянки на свіжому повітрі. Ең әвелі ақжигер реабилитациясының оғырашмақ керектірі чүнки хасталық девамында оларының колемі баяғы экселе. Екімлер ади межгулетлер япып ақжигерлеріні идман етмеге чағырды. Мисали оларақ бұрыннен нефес алып, сув толдырылған бардаққа боручық вастасының уфармеге тепсиетелер.
15 хвилин кожну годину. Це якщо є потреба. Якщо можна кожні 2 години по 15-20 хвилин проводити таку гімнастику дихальну. Ніяких шариків не треба надувати, тому що на скомпрометованих легенях, субплевральних ураженнях легенів можна викликати пневмоторакс. Таке напруження, ну ви уявляєте, одне діло продути отаку от трубочку, а інше діло надути шарик. То напруження там більше і може лопнути легеня. Америка мутихаслары бедени реабилитация кечірмеге тепсиеті илкевеля коронавирусны ағыр формада кечіргенлер үшін. Хастаханеде чоқ вақыт бұлынғанларының аяқ ве ел адалелері зайыфлаша. Оның үшін оларны идман етмек керектір. Більше гуляти по будинку, почніть ходити сходами, більше рухатися. Навіть виконання простих вправ у ліжку може бути корисним. Знаєте, якщо важко навіть підвестися зі стільця, тоді є певні вправи, які можна робити, хоча б присідати, відштовхуватися від стільця. Це допоможе зміцнити ноги та руки. Буйыклер автода ең азындан 2,5 саат интенсив бедени идманлар yapmalı. Bu insanның hem beden hem de ruhi sağlığına fayda getirir. Buna keçenleri Dünya Sağlık Teşkilatında bildirdiler. Займаючись будь-якими фізичними вправами, можна відновитися після тривалого сидіння. ВООЗ закликає всіх зберігати активність під час пандемії COVID-19. Якщо ми не будемо залишатися активними, ми ризикуємо створити ще одну пандемію, викликану малорухливим способом життя. Umumen alganda Dünya Sağlık Teşkilatı bedeni sağlık sahasında bir qaç tavsiyelerini yanılattı. 65 yaşından büyük olğanlarga adalelerini qabiliştirmege ve koordinasiya turğunlaştıruvının oqraşmağa tavsiye etilir. İdmanlar yapılması için evde olğan mebel ya da merdivenlerini kullanmağa ve mutlaka bedeni aktiflikni kontrol etken trackerler kullanmağa gerek deyler. Це не лише допоможе контролювати серцево-судинні захворювання, цукровий діабет другого типу і рак, але також зменшить симптоми депресії і занепокоєння, скоротить ризик когнітивних порушень, включаючи хворобу Альцгеймера, і поліпшить пам'ять. Dünya Sağlık Teşkilatı 4-cü buyuk ve 5'ten 4 osmur pek az hareket etedeyler. Vladislav Stuzhuk, Zaman, ATR. Bu saat hazır olğan sonki haberimizde hepinizge hayırlı akşamlar ve rahatlık günleriniz tinch keçmesini tileyim. ATR-den ise ayrılmanız görüşkence.